Кітап нөмір 125 Сайын Мұратбековтің «Қылау» атты кітабы. Атауы «Қылау» болғанмен ішінде 4 шығармасы енген. Ол әңгімелер «Қылау», «Кәмен тоғай», «Ақ сүт иесі» және «Жусан иесі» повесі енген осындай шағын ғана кітап. Жалпы сандары парағы 100 беттен тұрады. Енді бұл автор бізді алғашқы кездесіп отыр. Сайын Мұратбековке қысқаша тоқтала кететін болсақ, ол кісі 1936 жылы 15 қазанда қазіргі Жетісу облысы Ескелді ауданы, бұрынғы Алматы облысы Қапал ауданы Қоңыр деген ауылда дүниеге келген екен. 5 тапалдың бірі жазушы, және 2007 жылы 13 наурызда 70 жасында дүниеден өткен екен Алматы қаласында. Сүйегі руы Найман екен. Және бұл кісінің бұл 4 шығармасы шағын 3 әңгімесінен басталады. Ең біріншісі «Қылау» 19 беттен тұратын шағын әңгіме. Сатай деген ол 7 сыныпта оқитын бала туралы. Таңертең ерте әкесі көрші ауылға барып, шананы алып келуін бұйырады. Соған жаңағы ұйқысын қимай суыққа шыққысы келмей әрең дегенде әкенің бұйрығын орындауға шыққан 7 сынып оқушысы көрші ауылға барып, шананы алып қайтар жолда Рабиға деген өзімен жасты қызға кезігіп, сапарлас болып, оны жол жөнекей ала кетеді. Бірақ Рабиғаның ауылы жарты жолдан бұрылып кетеді екенде, Сатай бастабында жолдың айрығында ол қызды қалдырып кетіп, артынша біраз жүргеннен кейін қасқырға жем болса қайтер едім, қыс уақыты қайтадан кері бұрып, сол қыздың ауылына қарай барады. Барса, осы кезде мен бұл әңгімені Оралхан Бөкейдің «Қасқыр ұлыған түнде» әңгімесіне ұқсас болып, қызды қасқыр жеп қоя ма деп ойлап едім. Бірақ қуанышқа орай қыз аман екен, ауылына өзге бір ауылдасы жолдан ала кетіп, ауылына аман-есен жеткен екен. Бұл әңгімеде нені көреміз? 7 жастағы жас баланың өзіндігінен, былайша айтқан кезде самостоятельность, қазіргі таңдағы балалармен салыстырмалы түрде ол кездегі балалардың ересектеу көрінгендігі, және әкесі баласын сондай бір тапсырмаға бұйыруы, сол Сатайдың жолдағы оқиғалары осы әңгімеден көрініс табады. Екінші әңгіме «Кәмен тоғай», ол 15 беттен тұратын. Кәмен тоғай, Кәмен деген кісінің совхоздан көшіп келіп, көптеген тоғайлар егіп, көптеген баланың әкесі болуы туралы нәзік бір әңгіме. Артынан өзінің ересек қыздарны алып қашады, олар тұрмысқа шығады, олар босанады. Сол кезде осы Кәменнің әкелік мейірімі, әкелік махаббаты, еңбекқорлығы паш етілген тамаша әңгіме. Үшінші әңгіме «Ақ сүт иесі», 8 беттен ғана тұратын шағын әңгіме. Бұл жерде осы бір баланың апасы өзіне, сол баланың әкесі, оның 2 ағайыны және қарындасы, яғни бір анадан 3 ұл, 1 қыз туады. Сол әже 63-тен асқанда осы немересін ертіп алып, өзінің ішіндегі сырын немересіне айтады. Бәрі бірдей ақ сүт емген балалар, бір жатырдан шыққан, бірақ бір-бірімен өш, бірінің сыртынан бірі қыжыртып, жамандап, қызғанып жүреді. Сол не себепті екен деп, апасының күйеуі ересек татып қалған баласына өзінің мұңын шағуы, сырын айтуы орын тапқан әңгіме болып табылады. Енді ең соңғысы 43 беттен тұратын «Жусан иесі» деген повесть. Аян деген басты кейіпкер, Аян деген жас өспірім жігіт, соның қарамағындағы, сонымен жасты жігіттердің арасындағы оқиға, соғыстың уақыты, тамақ тапшылық, сондай бір жұтаң заман, ауыр кезең. Аян деген ауылға көшіп келген жігіт бастабында оны менсінкіремей, сол ауылдың атамандары тиісіп жүргенмен өзінің орнын тапқан, өзінің орнын қойдыра білген Аян сондай бір
жетім бала әке шешесінен айырылған, ағасына хат жазу үшін, әскердегі ағасына майдандағы тезірек мектепке барып жазуды үйренгісі келеді, оны үйренеді, хат жазып бастайды және әрдайым осы ауылдың балаларын жинап алып, баяғыда бір жетім бала болып деп әртүрлі әңгіме айтып бастайды. Әңгімелер сондай қызықты, балалар ұйып тыңдайтын болған деседі. Сөйтіп жүрген Аян аяқ оқыс болып аяғын шығарып алады және ол аяғы әрдайым шығып кейіннен сол уақытылы салынбағандықтан салбырап бір жағына қарай сал жүрген болып табылады. Және сондай бір жүрегің ауыратын бір оқиғалары бар. Яғни Аянды екі топ футбол ойнауға барған кезде ешқайсы тобына қосқысы келмейді, оның аяғының жарамайтындығын біліп көп шеттетеді. Сондай кезде аянышты кездер орын алады. Кейін өзінің майдандағы ағасынан да қара қағаз келеді, өзінің бірге тұрған әжесі де о дүниелік болады және бір алыс туысқанның үйіне барып тұрады. Бірақ ол үйдегі әженің өзі астындағы көрпесін шірітетін болды деп, сондай бір жоқшылық заманда айнасқа тік қасық секілді көріп, Аянды бір жағынан сондай бір аянышты сөздерді айтып тастайды. Ең соңында, повестің соңында Аян қалаға жол тартады, ол жаққа барып балалар үйіне орналаспақшы болады. Бірақ неге жусан иісі деп аталған деп ойласақ, бұл сол әскердегі ағасының пальтосын әрдайым иісі сіңген пальтосын иіскеп басына жастап жатады екен, сол иістен жусанның иісі аңқып тұрады дейді. Және сондай бір әр сағыныш кездерінде сол пальтоны иіскеп жусанның иісін бірге жаңағы сағынышын басқандай болады екен. Сондай бір күнде оқып шығатын шағын ғана кітап, бірақ әр әңгіме, әр повест өзіндік бір мағынасы бар, өзіндік бір тәрбиелік мәні бар, жақсы шығармалар. Сонымен Сайын Мұратбековтің де шығармаларымен таныстық. Енді келесіге өтсек. Келесі оқитын кітабымыз Стивен Кинг «Как писать книги».